Жылан жылында қазақстандықтардың басым бөлігі қаржылық жағдайын жақсартады. 2025 жыл жасыл ағашты мекен еткен жылан жылы. Жылан жылы қазақстандықтарды не күтіп тұрғаны және ол табысты өту үшін не істеу керектігі туралы айтатын боламыз. 2025 жылы жылан секілді сабырлы, төзімді бола білген жандар табысқа кенеледі. 2025 жыл жоғарыда айтқандай жасыл ағашты мекен еткен жылан жылы. Шығыс елдері жыланды аса төзімді, мінезі сабырлы, бауырымен жорғалаушы деп ерекше бағалайды. Келер жылы осы қасиеттерді өзіне серік қылған адамдар зор табысқа жетеді. Өмірінің барлық саласында жолы болады. Астрология тұрғысынан қарайтын болсақ, үлкен бақыттың ғаламшары Юпитер егіздер белгісінен шаяндарға қарай жылжиды. Астролог 2025 жылы балық, шаян, сары шаян, шоқ жұлдыздарының отбасылық өмірге көбірек көңіл бөліп, шаңырақ көтеретінін және баспаналы болатынын айтады. Ал некедегілері балалы болады. Мамыр айынан бастап қыркүйекке дейін Сатурн ғаламшарының себебінен көптеген елде жағдай ушығып, тоқтылар аздап қиналады. Алайда бұл теріс жағдайлар Қазақстанға көп әсер ете қоймайды. Германия секілді алыс шетелдерде тұрақсыздық орнауы мүмкін. Тамыз айының соңынан бастап махаббат пен бақыт ғаламшары Венера жаңа таныстықтардың барлығын ерекше қамқорлығына бөлейді. Әсіресе су белгілері балық, шаян, сары шаяндар өмірлік жарын жолықтырып, шаңырақ көтереді. Ал сүйіктісін кездестіріп үлгергендер балалы болады. Барлық қазақстандық дерлік шаңырақ көтеру, тұрғын үй алу, жылжымайтын мүлікті сату туралы көбірек ойланып, барлық бастамасын сәтті жүзеге асырады, дейді астролог. Әр шоқ жұлдызды не күтіп тұр? Жұлдызнама маманы 2025 жылы ерекше табысқа кенелу үшін не істеу керектігін айтты. Бұл үшін алғашқы қадамды жыл иесі жыланды риза етуден бастау қажет. Жаңа жылды жасыл және қоңыр киім киіп қарсы алған артық болмайды, дейді. Себебі жасыл түс рухани байлықтың белгісі, табиғат ананың түсі. Биыл ағаштағы жыланның түсі болғандықтан қоңыр түстің де пайдасы мол. Ол тұрақтылықтың белгісі. Жылан жеңіл тағамдарды жақсы көргендіктен дастарханда көкөніс пен салат, егістік түс, ас жапырақ, авокадо секілді жасыл шөптің мол болғаны абзал. Мұнымен қатар дастарханда таза су, шырша және мандарин тұрса, табыстың өзі бір табан жақындай түседі. Ет асқанда артық болмайды, оның тәбеті өте жақсы. Шығыста жыланды осылай күтіп алып, қатты құрметтейді деп түсіндіреді астролог. Екінші жартыжылдықта арыстандар өзінің денсаулығына көп көңіл бөліп, денсаулығын жақсартады. Бикештер жолын ашатын адамдармен танысса, таразылар мансабында жетістікке жетеді. Сары шаяндар алыс жолға шығып, шетелдіктермен жұмыс істейді. Ал мергендер күтпеген жерден олжалы болады. Оларға жақындары бағалы мұра қалдыруы мүмкін. Тауешкілер шаңырақ көтеріп, сүйіктілермен берік қарым-қатынас орнатады. Су құйғыштар жұмысты бірінші орынға қояды және өмірінің осы саласында әбден жолы болады. Балықтар мен шаяндар үшін махаббат жылы, отбасына көбірек көңіл бөліп, балалы болады. Тоқты да отбасын бірінші орынға қойып, үй мәселесін реттейді. Торпақтар жол жүріп, өзіне керек адамдармен танысады. Егіздер мол ақшаға кенеліп, байлықтың астында қалады. Жұмысты жалақылары өседі деп сендіреді астролог.